сәлеметсіздер ме? Тәжірибе алаңына қош келдіңіздер. Менің есімім Исағалиева Лариса Сағидоллина және менің көмекшілерім балалар, бүгінгі біздің тәжірибемізде магниттің қасиеттері деп аталады, енді сендердің алдарыңа қазір әртүрлі заттар қойылған. Осы заттарды сендер магнит арқылы тартып көрейікші. Жарайсыңдар. Енді әлем сенің магнитіңе көп заттар тартылған екен, осылардың ішінде қайсысын атап бере аласың? Қыстырғыш, атай ғой. Не себепті жабысты деп ойлайсың? Магнит. Қыстырғыш неден жасалған? Түсіндірші? Пластиктен жасалған. Не себепті жабысып тұр магнитке? Ортасында темір бар. Құрамында темір бар, жарайсың. Ал іңкәр саған сұрақ қоя қояйын. Не себепті қалған заттар магнитке жабысқан жоқ? Себебі олар резинкеден жасалған, қағаз, пластик. Әртүрлі заттардан жасалған, Не себепті жасалған, тартылған жоқ деп ойлайсың? Өйткені олардан темір жасалған. Себебі олардың құрамында темір жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Біздер магнитке қандай заттар тартылатынын іс жүзінде байқап көрдік, солай ма? Енді сіздердің алдарыңызда қазір тарелкеге салған топырақ тұр. Мына топырақтың ішінде не бар деп ойлайсың? Қане екеуміздікіне топырақтың ішін магнитпен арқылы қарай. Қандай заттар шықты топырақтың ішінен балалар? Темір. Құрамында темірі бар заттардың барлығын істеді, магнитімізге жабысты, солай ма? Жарайсыңдар. Балалар, сіздердің алдарыңызға ыдысқа құйылған су қойдым, оның ішінде темір салынған. Енді біздер магниттің көмегімен сол темірді жоғары көтеріп көрейікші, қане? Қандай зат шықты? Құрамында не бар? Құрамында темір бар. Сол себепті магнитімізге жабысты, солай ма? Жарайсыңдар. Іңкәр, біздер бүгін магниттің қасиеттері туралы көрдік, Енді осы 3 тәжірибе өтті қой. Осы 3 тәжірибенің ішінде саған қай тәжірибе қатты ұнады? Топырақ тәжірибе. Әли саған? Су тәжірибесіне. Жарайсыңдар. Сіздерге ше біздің тәжірибеміз ұнады ма? Назарларыңызға рахмет.